Сәлем қыздар, сіздермен бүгін манты жасайтын боламыз. Мантыларыңыз илеген кезде өте жұмсақ болып, суын көп қойып жіберіп езіліп кететін болса, онда сіздер дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, мантыларыңыз идеальный болып шығатын болады. Тесталарыңыз жабыспайтын, езіліп кетпейтін, өте әдемі, дәл кафе ресторандағыдай рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептімен мантыларды 2 ай бойы қатырсаңыздар да болады. Ең алдымен мантының өте жақсы шығуының құпияларын өткізіп алмасы үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше мантыны жасауға кірісеміз. Ең алдымен суық суымызға 1 қасық тұзымызды қосып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқаны қосып, араластырып, суық суымызды, тұзды суымыздың барлығын қосатын боламыз. Қыздар, бұл жерде судың барлығын қоса беріңіздер. Бұл тексерілген рецепт, барлық пропорция есептелінген, уайымдамаңыздар. Су аз болып, немесе көп болып кетті деп қорықпаңыздар. Судың барлығын қосқаннан кейін осылай қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Басында тесталарыңыз кішкене бірікпей, оны көп сияқты болып көрінеді, бірақ уайымдамаңыздар. Қолдарыңызбен осылай жақсылап илей берсеңіздер, ұндарыңыз бірігіп, қамыр өте эластичный болып, қаттылау теста болады. Кемінде 5-6 минут осылай кезек-кезек қолдарыңызбен тестаны илеп шығуларыңыз керек. Ең бастысы, қолдарыңызбен осылай жалғастырып 5-6 минуттай тестаны илей беріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оның ешқандай түйіршіктері қалмайды. Қолдарыңызбен осылай илеп, иін қандырып, қаттылау қамыр илеп қоямыз. Демалдыру үшін 30-40 минутқа салафанға салып, демалдырып қоямыз. Егер қатыратын болсаңыздар, онда 1 сағатқа холодильникта тесталарыңыз демалу керек. Тесталарыңыз демалғаннан кейін салафаннан алып, қайтадан 1-2 рет илеп, иін қандырып, жақсылап күлшілейсіздерді қайтадан салафанға салып, 20-30 минутқа қойып қоясыздар. Тесталарыңыздың өте жақсы болып жайылуы, эластичный болуы, ол тестаның иінің қануында қыздар. Осылай 20-30 минут тұрғаннан кейін тесталарыңыз жұмсарады. Осылай 3-ке немесе 4 бөлікке өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліп аласыздар да, күлшелеп демалдыруға 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Одан кейін тестамен жұмыс істей беруге болады. Ол кезде уже иі қанып, теста жұмсарып, өте жұмсақ болып, дайын болып тұрады. Енді қамырымызды жая берсек болады. Ең басында осылай 2 шетін жұқартып алып, қолдың 2 қолымызбен жақсылап күлшелеп аламыз. Ұнды басында ғана 1-2 рет сепсеңізде жеткілікті. Тестамыз қатты болғаннан кейін көп ұнды себудің қажеті жоқ. Бір-біріне жабыспайды, жайылғанда өте жақсы жайылады. Тестаны жайған кезде 2 шетіне күш жұмсап жайып алатын боламыз. Ортасына қолымызды баспаймыз. Сол кезде тестамыз біркелкі болып жайылатын болады. Қыздар, бұл тестамен тек қана мантыны емес, пельмен, вареники және де еттің қамыры қылып жайсаңыздар да болады. Тесталарыңыз езілмейтін болады, бір-біріне жабыспай, өте жақсы болып пісетін болады. Бұл универсальный теста. Ең бастысы осы пропорциямен илеп жайсаңыздар болды. Жақсылап жайып алғаннан кейін мантының тестасын біркелкі етіп бөлетін боламыз. Мен оны осылай алақанның көмегімен бірдей қылып кесіп алатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер де болады. Осылай барлығын бірінің үстіне бірін қойып, квадратик қып, біркелкі етіп кесіп алатын боламыз. Дәл осындай жұқалықта еттің сорпаның тестасында жайып пісірсеңіздер де болады. Начинкасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша
Егер мантыны қатыратын болсаңыздар, қыздар, онда 1 килограмм фаршқа 1,5 килограмм пиязды қосып, жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз бұрышты қосып қатырасыздар. Пиязды майдалап турайсыздар, немесе блендердің көмегімен езіп алсаңыздар болады. Ал күнделікті жасайтын болсаңыздар, 1 килограмм фаршқа 1 килограмм картошканы қосып, немесе картошканың орнына 1 килограмм асқабақты қосып жасасаңыздар болады. Тестаны қойғаннан кейін әр мантыға 1 қасықтан начинканы салып шығатын боламыз. Барлық тестамызға салып алғаннан кейін 1 келкі етіп түйіп шығатын боламыз. Толық рецептіні описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мантыларымыз 45 минутта піседі. Қайнап тұрған судың үстіне мантоварканы майлап, мантыларымызды салып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің мантымыз дайын болады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Қонақтарыңызды абыроймен күтіп, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша фудблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тегін лайктарыңызды аямай, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай рецептіні көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.